Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Менің есімім Жазира және жолдасым Серік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода біз Америкада тұрып жатқанымызға қазір 8 ай болды. Осы 8 айда қандай ой түйдік, не сіздерге кеңес Жалпы не көрдік, не түйдік, қандай сіздерге кеңес бере аламыз, қандай кеңес сол бере аламыз? жайлы. Келсе, стоит па, не стоит па деген сұрақтарға енді кішігірім жауап берейік енді. Американың кішігірім жақсы жақтарын айтамыз, және де өзімізге ұнамайтын жаман жақтарын да айтып кететін боламыз. Он жақсы жағы, он жаман жағы деп па. Өздеріңіз білесіздер достар, барлық елде өзінің кемшілігі бар, артықшылығы бар дегендей. Америкада өз сол кемшілігі бар елдердің бірі. Бірінші кемшілігінен бастайын енді. Бұл жаққа ең бірінші келген кезімізде енді бәрі керемет, бәрі тамаша, бірақ уже өмір сүріп бастағаннан кейін біз біле бастадық. Бұл жақта да көп нәрседен қалатын тұстары бар екен. Біздің қазақ елінен, Қазақстанымыздан, біздің отанымыздан қалатын жақтары бар. Мынау ақпараттық даму жағы дейді ғой, СМИ дей ма? Жоқ, СМИ емес. Цифровизация дейді ғой. Мынау документтерді тез алу, мысалға өзіңіздің егов ключіңіз болады, егов арқылы кез келген құжаттарыңызды шығарып алу деген сияқты. Банк жүйелері, мысалға тез кредит беру, тез карточка аштырып, мысалы 30 секундқа барып елде Каспийден Каспий голд картамызды бір минутқа жетер-жетпес уақытта аламыз да кетеміз, мысалға елде. Сондай оңай жағдай, оңай істеп қойған біздің елде. Сондай жақтары өте артықшылығы. Бұл жағына, ол именно сол жағынан өте әлсіреп тұр, ақсап тұр. Мысалға банк есеп шотын ашатын болсаңыз, сіз банкке барасыз, міндетті түрде барғаннан кейін там отырасыз, толтырасыз құжаттармен, ол сонымен сіз үйіңізде тұратын үйдің комуслугасының қағаздарын көрсетесіз. Билл дейді, яғни бұл жақта квитанциялар. Кем дегенде 2 болу керек. Кем дегенде 2 квитанция болу керек. Өзіңіздің жеке басыңызды растайтын, куәландыратын 2 құжат болу керек. Яғни сіздің паспортыңыз болады, біреу енді осы сияқтың правасы или ID деген сияқты 2 құжат болу керек. Сонда ғана барып сізге банк ашады, есеп шот ашады. Әйтпесе былай жаңағыдай үй сіздің атыңызда болмаса, сіз ол комуслуга сіз төлеп жатпасаңыз, ол қағаз жоқ болса, сізге онда банк картасын ашпайды. Сол жақтары кішкене бізге ең бірінші келген кезде өте таңғалатын жағдай болды. Бірақ дегенмен енді біз үй алдық. Өзіміз үйді газ, свет, су дейді. Мысалға менің атымда тұр ол үй, енді мен жауаптымын. Сондықтан есептің бәрі, төлейтін төлемдердің барлығы менің атыма келеді. Сол жағынан кішкене қиын болған жоқ, бізге барамыз, ашамыз деген сияқты. Ал осы құжаттардың бәрін апарып бергеннен кейін, ол сізге жақсы, керемет, бәрі документіңізді алып алады. Алып алғаннан кейін сізге айтады, 2 апта уақыт күтіңіз, осы көрсетілген мекенжайға почта арқылы жібереміз дейді сіздің жайында картаңызды. Сіз 2 апта бойы, мысалы, сізге қатты қажет болып жатады карта, ақша аудару керек, бірдеңке сатып алу керек, енді картаның қызметтері қатты керек болып тұрған кезде сіз тағы 2 апта күтуіңіз керек. Сол жақтары өте қатты ұнамады бізге, бірақ және де картаға кем дегенде 100 немесе $200 салып барып ашады. Салып барып ашады, әшейін пустой қылып ашпайды, яғни баланста $100-200 көлемінде ақша болу керек. И солай барлық банктардың саны өте көп. Сол бір кемшілігі. Сосын жаңағыдай айттық қой, егов ақпарат, мысалы бір құжатқа баратын болсаңыз, бұл жақта кез келген жерге барсаңыз, страхование болсын, және больницалар болсын, аппоинтмент дейді біздің тілмен айтқанда, очередь қой, тізімге тұру керек. Ерте бастан, мысалы, сіз бүгін бардыңыз, сіздің кезегіңіз, яғни больница қаралу үшін 20 күн, 30 күнге шейін кетіп қалады. Сізді белгілейді, мына күні, мынандай сағатта келесіз деген сияқты. Сіз сол уақыттан кешікпей барасыз, сізді күтіп отырады. Сол жақтар қатты ұнамады бізге. Документтерінде кез келген документ, мысалға праваны алайық, бұл жақта драйвер лайсенс деп айтылады. Праванты машақаты көп, бір күнде бәрі бітпейді. Бірінші күні барасыз, теория тапсырасыз, бүкіл жаңағыдай құжаттарыңыз бар, биліңіз, өзіңіздің жеке басыңыз куәландыратын құжаттарыңыз, сосын барып сол күні сіз теория тапсырып кетесіз. Теория 2 тілде, орысша, ағылшынша, яғни орыс тілін таңдаймыз, енді түсінгендіктен.
драйвер лайсенс дейді, права, яғни DMV, бұяқта бізде ГАИ болса, бұяқта DMV деп аталады. Сол жерге барасыз, тоже осындай жеке басты анықтайтын құжаттар, және билл, квитанциялар, сіздің атыңызға газ, свет, су төленген туралы қағаздар, дәлелдейтін, анықтайтын, соларды тапсырасыз. Ол жерде де ұзақ бәрі. Медосмотр тапсыру керек. Я, ол енді медосмотр бізде де бар ғой, елде. Бізге права алуда дағы бір кедергі болған, және түсінбейтін жағдай болған. Теорияны тапсырады екенсіз, теория тапсырып кеткеннен кейін сіз өтсеңіз өтті, өтпесеңіз өтпеді деп қағаз береді. Өтсеңіз, яғни қағаз береді, қағаздың ішінде бір номерлар тұрады, белгілі бір. Сол бір орталық болады екен, сол жердің бір несі, очередке қоятын, кезекке қоятын DMV-дің бір конторасы. Сол жаққа звондайсыз, ол жақта сізді тағы бір күн белгілеп, мен міне бүгін теориялық тест тапсырдым, енді практикалық тест тапсырайын деп едім деген сияқты. Сосын ол сізді қояды. Ол да бір 2 апта, 1 ай, 3 ай, 3 айға бармайды енді. 2 апта, 3 апта, 1 айға дейін созылып кетеді арасы. Сосын сізді күніңіздің бәрін айтады, сіз соны жаттап алуыңыз керек, сағатын бәрін. Сол күні барасыз, барған кезде уже жаңағыдегі представительдер, сізді инструкторлар жүргізіп тест алатын, практикалық тест алатын инструкторлар сізді уже күтіп тұрады. Айдатқызады, айдап өтсеңіз, яғни праваны сол күнде алып кетесіз. Сондай жақтары бар, сәл әлсіреп кемшілік тұстары. Вождениеден өтпей қалсаңыздар, ары қарай тағы да 2 аптаға, 3 аптаға қайттан очерт аласыз, қайттан барасыз. Өзі 3 рет беріледі. Мен өзім 3-ші дегенде тапсырдым. Иә, сен 3-ші дегенде тапсырдың, аха. Негізі 3 мүмкіндік беріледі өзі. 3-еуін де тапсыра алмай қалсаңыз, онда теориялық тестті қайттан бастап бәрін өтесіз. Қайттан құжат бересіз, қайттан тапсырасыз деген сияқты. Қайттан ақшасын төлеу керек болады. Иә. Жаңадан. Осы жаңағыдегі цифровизация дейді ғой, құжат алатын болсаңыз да, бір документ істейтін болсаңыз да, бәрін күту керек. Барасыз, өз аяғыңызбен очередте тұрасыз, кезекке. Ол құжаттарды бересіз, ол бір 2 апта, 3 аптада келеді почтамен. Burada міне саған, міне маған деген сияқты жоқ. Burada бәрі солай почта арқылы сіз адресіңізді, яғни қателеспей көрсету керек. Кез келген жерге барған кезде өзіңіздің үйіңіздің адресін нақты көрсетіп жүру керек. Сосын бұяқта бір тағы да көшіп қонып жүрудің қолайсыз жері осы. Сіз бұрынғы адреске почтаңызды тастап кетсеңіз, мысалы, сораға хаттардың бәрі келе береді, жаңағы банктен болсын, әртүрлі жаңағыдегі штрафтары болсын, кез келген нәрсе сіздің үйіңізге бара береді, сіз ояқтан кетіп қойғансыз, ол үйде басқа біреу тұрады деген сияқты. Сіз атыңызға штраф келіп жатса, ол штрафты былай айтқанда білмейсіз келіп жатқан, просрочка пеня жүре береді. Пеня жүреді. Ол, естественно, ол үлкен сумма болып кетуі мүмкін. Сондай кемшіліктері бар енді, әрине. Бізде де өзіміздің басымыздан өткен. Иә. Үйде машинамызға келіп, үйде жатқан кезде машинаға келіп дөңгелегіне шынжыр салып кетті. Үйде отырған кезімізде машина былай жолдың бойында тұрады. Сөйтіп мен ұйықтап жатқан болатын, жұмыстан келіп, сөйтіп келіншегім оятады, осындай біреулер сен машинаңды саусақпен көрсетіп жатыр деп. Мен пока тұрып киініп барам дегенше жандай екі дөңгелегіне андай блок дейді, дөңгелекті кигізіп тастайды, айналмайтындай қылып. Сондай салып жатыр. Мен барып жанына барып сұрағанымда маған түсіндірді, сен штрафтарда түскенсің, үйткенсің, бір жыл жиналған штрафтар. Алдында енді біз айтқан болатынбыз, алдында да болғанбыз ғой, біз Америкада машинамыз, сол машина арендаға тастап кеткенбіз, сол адам айдаған адам біраз штрафтарға түскен, оны біз білмейміз. Ол адрес машинамызды сол кезде басқа адреске тіркеген болатынбыз, өзіміз басқа жақта тұрғанбыз. Содан кейін Қазақстанға кетіп қайтып келген кезде осындай жағдай болып тұр. $1050 штраф жазып берді. Әйтеуір бағымызға орай, әйтеуір сол жігіттердің бәрін хабарласып, міне сенің атыңа штраф келді, менің қатысым жоқ, тезірек төлеңдер дегеннен кейін ол жігіттерді бәрі банктен ақшаларын аударып, сөйтіп төлеп тез құтылдық. Сосын мынандай жағдай болған. Бұяқта жолдардың бәрі ақылы. Бір штаттан бір штатқа өту үшін, жаңағыдай платный жолдармен өтесіз, төленетін жолдармен. Сол жерден өткен кезде сіздің мынандай машинада бұяқта easy pass деген нәрсе болады. Мынандай бір құрылғы 4 бұрышты лобовойға жабыстырып қоясыз. Өткен кезде сізді жаңағыдай пост фотоаппаратқа түсіріп алады, яғни жарқ еткізіп вспышкаға түсіріп алады. Сөйтіп содан ақша алып отыра береді. Бізде ондай жоқ болған. Біз оны білмедік те, басқа штатқа өтіп кеткенбіз, доставкада жүріп.
содан кейін өтіп кетіп суретке түсірді де жібере салды. Бізде ондай изипаш жоқ, біз оны білмейміз ондай болу керек екендігін. Кейін әйтеуір таныс жігіттерден сұрастырсақ үйге келеді штраф деді. Сосын өлә бұл қалай болады екен, біз ол адресті машинаны басқа адреске тіркегенбіз, қалай болады екен деп сол кезде уайымдады. Енді уақыт өте келе ол ұмытылды. Сонымен біз Қазақстанға кететін уақыт болды. Қазақстанға кететін уақыт кетіп бараттық, кетіп баратқан кезде уже телефонмен жаңағыдегі жігіт хабарласты, осындай штраф көріп қалдым деп, нечаянно барып сол почтадан барып тексере салса біздің атымызға штраф келіп тұр екен, жаңағыдай платный дороганы төлемедіңіз деген сияқты. $5 өту керек басқа штат, $5 құны. Сол бізде болған $100 болды пенясымен, айналдырған 3 айдың ішінде. Сол сияқты нәрселері бар. Мекен жайды көп ауыстырғанда зиян bu жақта. Сондықтан бір жерде тұрақты. Сол жақтары сәл-сәл кемшілік деп ойлаймын енді. Иә, және де егер де сіз енді ауру айтып келмейді, ауырып қалған жағдайыңызда bu жақта қазір бара салып сразу сізді ешкім қарамайды. Өйткені сіз тоже сол аппоинтмент деп айтамыз, очередь алу керексіз. Тісіңіз ісіп кетіп, тісіңіз іріңдеп, тісіңіз ауырып жатса да бұл жақта очередьпен қарайды. Сондай бір жағдай болған, тісіңіз ісіп кетіп барып қаратайық деген кезде 2 аптадан кейін барып жазып қойды. Енді өзіңіз ойлаңыз, 2 аптадан тістің жағдайы қандай болады. Иә, бір жайлы боласың, или жағың шіріп кетеді. Иә, ал егер де ақшаңыз болса, енді частныйларға барып жылдыртып, емдетіп, өзіңіз солай жасайсыз. Бірақ негізі бұл жақта барлығына очередь алу керек, аппоинтмент алу керек. Ешкім сізді дер кезінде қарамайды. Және де өзімнің басымнан өткен, қазір медициналық тексерулерден көп өтіп жатырмын, учетқа тұрдым деген сияқты. Сол учетқа тұрудың өзінде 3 ай жүрдік. Иә, 3 ай жүрдік. Өйткені жай 2 қабатпын деген қағазды алудың өзіне қаншама очередьке тұрдық, қаншама уақыт күттік, 2 апта, 3 апта деген сияқты. Бір очередьті алу үшін 3 апта күтіп, одан кейін барып қайтадан очередь алу үшін очередьке тұрдық. Иә, очередьті алу үшін очередьке тұрып, солай 3 ай уақытымыз кетіп, содан кейін барып қана учетқа алып, солай қарады. Негізі осындай жақтары кішкене учетқа алды, одан кейін сізді очередьке қойғаннан кейін, оның бәлен уақыттан кейін, жаңағы 2 айдан кейін деген сияқты уақыты келу керек. Соны қараласыз, қаралғаннан кейін тағы бір басқа бір направлениялар шығады. Ол да очередь деген сияқты. Сондай жақтары адамды шаршытады, шыны керек, сол ұнамайтын жағы. Бізде былай ойлаймыз, енді біздің еліміздің артық жақтары да бар екен, әйтеуір шүкір. Айтады ғой, кейде бір кітап оқығаннан бір елді көрген артық деп ше, көп жаныңа түйесін деп ше, жаңағыдегі кем кетігін көрсең шүкіршілігің артады деген сияқты. Біздің де елдің озатын тұстары бар екен. Цифровизация дейді ғой, халыққа қызмет көрсету орталығы бізде өте қатты дамыған. Барасын кез келген уақытта, кез келген құжатын шығарып аласыз. Тіпті мына телефон қосымшада егов приложениесі, біз өзіміз енді Қазақстанда өстік қой, сояқта өніп өстік. Кез келген құжатымызды бір болмайтын секундтың ішінде шығарып алатынбыз. Принтеріңіз болса, тіпті үйден распечатка жасап алуға болады деген сияқты. Өте жақсы даже. Біз енді үйде отырып ақ соткамен бүкіл нәрсенің барлығын шеше береміз ғой Қазақстанда. Үйде отырып кредитті де алуға болады. Үйде отырып кредитті де алуға болады. Бір Каспийдің өзіңіз ойлаңызшы, қаншама функциясы бар, мысалға комуслуга төлейсіз, балабақша төлейсіз, там әртүрлі жаңағы қорларға аударуға болады, мысалға там неше түрлі нәрсе істеуге болады Каспийден. Каспий магазині бар. Bu жақтың банктерінде өйтіп жасай алмайсыз. Bu жақтың банктерінде тек қана ақша шешесіз, ақша жібересіз, болды. Жаңағы кредит ала аласыз, болды. Сол ғана процестерді орындайды. Жаңағыдей бүкіл нелерді қалай айтсам болады. Ондай қызметтер жоқ. Ондай қызметтер жоқ. Ол жағы дамымаған, көп қызметті атқара бермейді. Бізде на Каспий енді высшем уровне дейді ғой. Өте биік неде, деңгейде екен. Енді алдағы уақытта болатын шығар, бізге сол осы кем ұнамаған жақтары осы. Енді бірақ оған да енді не алуға болады, үйренуге болады. Үйреніп кеттік те енді. Бәріне қазір сабырлықпен қараймыз. Bu жақта адамдар баяу, ештеңкеге асықпайды. Тіпті жолда тұрсаңыз да пробка болып жатса да, мысалға жаңағыдай час пик уақыттарында пробка болып жатса, кептеліс болып жатса, бәрі сабырлықпен тұра береді. Тіпті мысалға біреу
өзінің себептерін жолға тұрып алды да жаңағыдай доставка болса тамағын апарып тастап жатыр, там такси болса жолдың бойына қоя салады да артындағылар сабырмен күтеді соны. Ешқандай айқай шу жоқ. Жаңбыр жауған кезде тіпті мынау жолда қауіп өте жоғары деп жол жүрмей тоқтап қалады адамдар. Ештеңеге асықпайды, баяу бәрі. Сол жақтары да бар. Енді ол жақсы шығар, енді сабырлы өте адамдары. Ештеңеге асықпайды, дүкенде болсын, қай жаққа барсаңыз да ұзынан ұзақ неде тұра береді, очередьте тұра береді. Сосын ең басты таңғалғаным, мысалы бір жақсы бір ресторан, кафелер болса, мысалы демалыс күндер, бұлар пятница, суббота, воскресенье 3 күн тойлайды. Барлығы сондай. Бұл жақта енді біздікіндей емес қой, енді барлығы жеткілікті болғаннан кейін бұлар өздеріне ештеңе аямайды. Тамақтанады, суббота, воскресенье жүгірумен айналысады, ресторандарына барады деген сияқты. Жақсы демалысты жақсы өткізуге тырысады. Сол кезде біз көреміз, енді доставкада жүреміз, таксиде жүреміз. Сол кезде көреміз, жақсы ресторандарда 200-деп, 300-деп адам тұра береді очередьте. Еш жалықпайды, шыдамдары өте мықты. Бізде адам көп екен деп, 20 адам тұрса, ресторан көру не бос емес қой дейміз да, бір бұрыламыз да кетеміз ғой. Бізде ондай кезек те жоқ қой ресторандарда. Бұл жақта енді тіпті енді масқара, енді тұра береді, сағаттап, бәленбай сағаттап тұрады. Орын тисе тиді, тимесе сол күтіп тұрғаны. Сондай қызық жақтары бар. Ол жағынан енді сабырлы адамдар енді. Ештеңеге асықпайды. Бізде Қазақстандағыдай андай бір асығыс, бір күнде барлық тірлігіңді бітіру керек деген сияқты сондай немен жүреміз ғой біз енді. Ондай бізде алдын ала очередь алу деген нәрсе жоқ. Ауырсақ сразу больницаға барамыз, сразу қарайды. Қолымыз шықса сразу барып соны салып береді деген сияқты. Бұл жақта енді сол жағынан қиындау. Барлығына очередь алу керек, барлығына ұзақ күту керек, сабырмен қарау керек. Оған да үйренесіз енді келіп жатсаңыздар. Бізде қазір үйрендік қой енді, бойсұнасын. Әр елдің иті басқа, не дейді, заңы басқа, иті қара қасқа дейді ғой. Сол сияқты заңы бөлек болғаннан кейін бұл енді біздің еліміз емес, отанымыз емес. Үйренесің, амал жоқ ешқай. Бірақ енді осы майда шүйде нәрсе деп ойлаймын, бұл енді анау айтқандай бір кемшілік нәрсе емес. Тағы кемшіліктерін бірінен толықтыра кетейік, ақыр кемшілікті бастадық қой. Мынау бұл жақта кез келген штатта өзінің қаралардың районы болады. Қаралар енді, қара нәсілділер енді бұл жаққа жан-жақтан жиналған. Сол жерлер енді сәл бұзықтау болады түнгі уақытта. Наркомандар болады, өз сондай бір райондар болады. Сол жерлерден осы мысалы әр штаттың өзінің тұрғындары олар біледі қай жерге кірмеу керек, қай жерге бас сұқпау керек деген сияқты, қай жерге баруға болады деген сияқты. Қаладан неғұрам алыстаған сайын өңкей осы несіне американецтер тұрады. Қаланың маңында етегінде тұратындардың бәрі өңкей қаралардың районы. Наркомандар болады, бұзақылар болады, машина ұрлайтындар болады, сол жақтары бар енді. Кемшілік енді ондай любой жерде бар ғой енді. Наркомандар тек тұрып ұйықтап тұратын жаңағы наркомандар, бомждар болады деген сияқты. Бірақ бірінші келген кезде біз енді ондайды көрмегенбіз енді. Бірең-сараң бомждар жаңағы бізде елде светофордың бұрышында тұрып ақша сұрап тұратын бірең-сараң болады ғой енді. Ондай көп көрмейміз ғой, жалпы тегі бір 10 метр сайын. Бұл жаққа келген кезде біз ондай көреміз деп ойлаған жоқпыз, бірақ бұл жақта да өте көп екен ондай. Бізге бірінші келген кезде сол да таңғалатын нәрсе болды. Қазір енді уақыт өте келе оған да мән бермейтін болдық, шыны керек. Шартылып жатыр ма, мусор ма, бомж жатыр ма, наркомандар есірткілерін пайдаланып отыр ма деген сияқты. Ешкімге мән бермейді. Әркім өз тірлігін істеп деген сияқты. Главное, өзіңіздің тұратын жағыңыз, тұратын мекен жайыңыз тыныш, жақсы жер болса, жұмысыңызды істейсіз, қайтып келесіз. Сондай бұл жақта әркім өз өмірімен әйтеуір сондай қорқатын ештеңкесі жоқ. Енді жалпы басында біз қорықтық, действительно, енді бала шағамызға бірдеңкемізге зиян келіп кете ма, басқа қылып кете ма деген сияқты. Бірақ әйтеуір біздің алған жеріміз өңкей өзіміздің СНГ-ның адамдары тұрады, енді орыс, украинецтер деген сияқты. Қырғыздар, қазақтар өте тыныш. Тұра келе уже үйренеді адам. Тұра келе бәріне үйренеді екенсіздер. Оларға да мән бермейміз, қарамаймыз. Мән бермейсің. Олар да өзімен өзі ондай бір тоқташы сен деп ондай бір тиісіп жатқан адамды көрмейміз. Әйтеуір өздерін наркотиктердің жаңағыдай біреу колод сетіп жатады, біреу марихуана бұл жақта енді заң жүзінде открыто deyip, открыто сатылады. Бәрі кәдімгідей барады да сатып ала береді. Сондықтан шығар деймін да.
ол бірақ кез келген штатта бар, тек қана біздің тұрып жатқан штатта емес. иә Сол бірақ қорқатын нәрсе емес енді, бірақ бірінші келген кезде мойындаймыз, енді ол өте бізге жат көрінді шынымен, жаңағыдай бля осы ма не деген сияқты. Ол уақыт келе бәріне үйренеді, көз үйренеді. иә және де тағы да бір кемшілігі, дүкеннен қандай зат алсаңыз да, бір сағыз алсаңыз да оған такс төлейсіз, налог төлейсіз. бұл жақта кез келген ас ауқат аласыз, үй техникасын, үй жиһазы болсын, запчасть аласыз, не бар сатып алуға болады. Тіпті машина, тіпті үй, бәріне өкіметке налог төлейсіз. Барлық нәрсеге. Комуслуга төлесеңіз де, Комуслуга төлесеңіз де, үйдің квартирасының ақшасын төлесеңіз де, бәріне такс жүреді. Қосып қояды өзі, мысалы үйдің суммасы мынанша сума, астында таксы мынанша деген сияқты, продуктыңыз мынанша, таксы мынанша деген сияқты қосып қояды барлығында. Сол бағалар енді біз тұрып жатқан штатта 10% таксы, 10%. Кейбір штаттар бар енді вообще мүлде төлемейтін. Кейбір штаттар бар, бұдан да қымбат штаттар. 35-40-қа дейін баратын штаттар. Әр штаттың бағалары әртүрлі енді налогының. Иә. Сол енді оған да үйрендік. Бірақ иә, басында келгенде енді шынымен де мынандай ақша деп ойлап тұрасыз, бірақ кассаға барып төлеген кезде, басқа ақша көрген кезде шынымен де жүрегің ауырады. Негізі бір нан алсаңыз да такс қосып қояды, содан кейін. Иә. Енді қазір уже бірақ үйрендік ол нәрсеге де. Шығын шықпай кіріс кірмейді демекші. Басында бізде мынандай да жағдай болған. Біз мысалы енді анау бәрі теңгенің құны әлсіз ғой өте. Біз келген кезде мысалы бір басына ең бірінші әдеп келген кезімізде доллар жаратамыз ғой енді, ас ауқат алу керек үйге деген сияқты шығындар болады. Сол шығын жаратқан кезде біз өзіміз таңғаламыз. Ойлап обедті 45 мың теңгеге іштік па деген сияқты, теңгеге айналдырып жібереміз да сразу. Оказывается, кейін түсіндім, бұндай вообще мидан шығарып тастау керек. Разы осы жаққа тұрамын деп келдіңіз ба, сразу үйтіп айналдыруды не алмау керек. Әйтпесе сіз өз-өзіңізге аяй бересіз. Сонымен жеймін деген нәрсеңіз, ішемін деген нәрсеңізді алып іше алмайсыз. Ол теңгені мүлдем басынан шығарып тастау керек. Болды ондай кездер. 45 мың теңгеге түскі ас ішкен кездер болды дегендей. Бұяқтың өзінің бағасы сондай, осы жақтың бағасы сразу ойды осы жаққа бұрып сол бағаға ауысып кеткен дұрыс. Басында қиын болады, но кішкене уақыт өткеннен кейін үйренесіздер деп ойлаймын. Сол тағы не айтсақ болады? Кемшіліктері осы. Кемшіліктері осы. Басқа кемшілік анау айтқандай бір енді негізі әр мемлекетте өзінің кемшіліктері бар, әр елде, өзіміздің қазағымызда да кемшіліктер көп. Оны көре беретін болсаң, шынымен де өмір сүргің келмейді. Бірақ ондай кемшіліктерді іздей беретін болсаң, таба бересің. Ал кемшіліктерге көзіңді жұмып қарасаң, ондай нәрселер мүлдем көрінбейді. Мен қазір енді басында шынымен де шошитындай жағдай болды. Басында жолдасым екеуміз келген кезде, ең бірінші айларында балаларсыз келгенімізге қуандық, балаларды алып келмегеніміз дұрыс болыпты. Мына жақта наркомандар тола, бомждар тола, балаларға осындай елді көрсетеміз ба деген сияқты бізде көзқарас болды. Одан кейін барып 2 ай өткеннен кейін, бір ай өткеннен кейін көзқарасымыз өзгере бастады, үйрене бастадық. Бомждарға да, наркомандарға да, қараларға да барлығына үйрене бастағандықтан, одан кейін ондай нәрсеге мән бермей қарамағандықтан уже балаларды алып келетін әрекет жасадық. Алып келсек қалай болады екен, мектебі қалай болады екен, мектептері былай жұмыс жасайды екен, мынандай бар екен деген сияқты. Сондықтан көп жерден ондай минустарын іздей беретін болсақ, әрине тұрғыларыңыз келмей кетеді. Ал ондай минустарға қарамай уже етіңіз үйреніп кеткеннен кейін, ондай мысалы бізге қазір жаман жақтары, мусорлар шашылып жатқаны, тышқандардың жүгіріп жүргені, крысалардың жүгіріп жүргені, бомждардың жатқаны, дәрет сындырып жанында тамақ ішіп отырғаны. Біз қазір ондай нәрсеге мүлдем қарамаймыз. Біз енді өзіміз үйренгендіктен ба, қазір ондай нәрсеге оны қарап, оны талқылап отыратын уақыт жоқ, себебі жұмыспенсің. Күнде көргеннен кейін көзде үйренеді оған. Главное, біз ол жерде тұрмайсың, олармен араласпайсың, ол төңіректе біздің ісіміз жоқ, просто сол жолды басып өтесің, сол кезде көзің көреді. Бірақ оған да көз үйренеді, ештеңкесі жоқ. Жалпы сол. Жақсы жақтарын айтып кетейік. Жақсы жақтары өте басым. Жақсы жақтары өте көп. Есіме түсті айтпақшы. Кемшілік демекші.
былай ғой, мен осы сөздерімді ылғи да айтамын өйстіп. Жаңағы жолдас жігіттері бар, таныстар бар, ағайын туысқан бар. Сен Америкаға келесің ба, жаман жағын іздемей кел, жақсы жағын көбірек көруге тырыс. Адам анау жаман мынау жаман десе, өмір жаман да, әлем жаман болады. Сондықтан жақсы жағын көбірек көруге тырысу керек. Жақсы жағы өте көп. Анау көптеген блогерларды тыңдаймыз ютубта, осы сияқтағы орыстар бар деген сияқты. Солар айтады ғой, бір ақсақалдан сұрақ қойып сұрап жатыр, сіз қай жылы келгенсіз деп. Ол мен келгеніме 20 жылдан асып кеткен екен, Америкаға көшіп келгені. Енді сіз не дейсіз, плюсы көп па, минусы көп па, кемшілігі көп па, артықшылығы көп па деп. Кемшілігі көп, артықшылығы одан да көп деген сияқты. Тура сол сөзді мен де айтамын ылғи да барлық танысыма. Шынымен де енді өмір сүріп 8 айдан кейін ойға түйген нәрсеміз осы. Артықшылығы өте көп. Кезінде біз Қазақстанда жүрген кезде енді армандадық қой, сияққа түссек деп. Бізде әшейін алып бірден ұшып кеткен жоқпыз, бұяққа бірден келе салған жоқпыз. Қанша жыл армандадық. Оның алдыңғы видеоларымызда бар. Қанша әрекет жасадық, болмады, әйтеуір Алла әрекет еткенге береді деген сөз рас екен. Мына уақыт өте келе, қанша жыл салып, араға бәрібір осы жаққа әйтеуір Алла өзі жол салып алып келді осы араға. Сондықтан қазір 8 ай уақыт өтті келгелі бері, өзіміздің көзіміз жетіп жатыр. Шынымен де жақсы жағы өте көп. Бұяқтың мәдениеті, тәртібі, тәрбиесі, тазалық дейді. Көп жер енді мысалы табиғат айналасы, біздің контенттерде байқап отқан шығарсыз, не деген керемет. Орман, су, тау, өзен деген сияқты өте табиғатқа бай, барлығы таза, жабайы, ағаш өспейді. Әрбір шөп, әрбір тал есепте тұрады, яғни бәріне уход жасалады, қадағаланады, әрбір участка қадағаланады. Анау бос жатқан жер, анау айдаладағы жер деген сияқты, қашық жер деген сияқты болмайды. Жолдың бойы болсын, трассаның бойы болсын, адам тұрмайтын жер болсын, барлығын шөбі қырқылады. Жаңағыдай өзінің специально өзінің адамдары бар, газон қырқады, тал қырқады, шірігендерін. Енді сол жақтары өте қатты ұнайды, тап-таза, бәрі керемет, ауасы таза, шаң жоқ, барлық жерде асфальт. Айдалада бір үй тұрса, соған асфальт соғады үкімет. Өйткені ол адамның құқығы өте көп. Жалғыз үй екен деп жол соқпайды, жоқ соқпай қоймайды, яғни оған да асфальт соғады. Енді мына жолдың көптігін өте енді айтып сөзбен жеткізу қиын. Бір жерге бару үшін енді ондаған, 20-лаған жолдары бар. Әртүрлі бағытпен баруға болады. Қайсысын қалайсыз, қайсысын таңдайсыз, сонымен деген сияқты. Орман, таудың арасы бәрі өзен, суға бай. Енді тіпті керемет. Сосын тағы бір айта кететін, мына жауындар болады, көп құяды. Жауын бұяқта аптасына 2 мәрте, 3 мәрте деген сияқты жауып тұрады. Сол кезде жауын жауған кезде мынау қатты нөсер болады ғой, ливень. Сол қатты нөсер болған кезде жауын тоқтайды. Жауын тоқтаған кезде жерде бір 5 минуттан кейін қарасаңыз, бір тамшы жоқ, бір как будто жауын жаумағандай болды. Себебі неге деп қарасақ, бұяқта әрбір жолда, әрбір 50 метр сайын, 40 метр сайын өзі сливной не дейді, жаңағыдай. Жолға тастап кеткен. Сливной тастап кеткен, астына жер асты құбырларын. Соған слива цетіліп, бәрі судың бәрі, бүкіл жауын шашынның бәрі, қандай деңгейде су жауса да, жаңбыр жауса да, бәрі ағып кетеді. Сондай жақтары өте күшті. Енді ондай жаңағыдай сливной нәрсені алыс жерлерге барамыз. Енді біз такси саласында істейміз. Адамдарды көп деген жерлерге апарамыз, небір табиғаттарды көреміз. Сондай жерлерге айдалада істеп қойған, ол жерде адам баласы тұрмайды да. Сондайға таң қаламын да. Біз енді керемет не деген өте. Жаңбырдан кейін көл болып жату деген жоқ. Жаңбырда көл болып жатып, шылқып, батпақ болу деген жоқ. Көліктің өзін мысалға қазір жусаңыз, шамамен 1 айдан кейін жууыңыз мүмкін. Шаң қонбайды үстіне. Енді көгал ондай түсінікті болу керек. Енді тал бәрі көп болғаннан кейін шығар, енді әрине шаң жоқ болғаннан кейін, осындай андай топырағы шығып жатқан жерлер аз болғаннан кейін барлық жерге газон егуге тырысады. Әрбір адам бұяқта ответственный, өзінің есік алдында газоны болады, қырғуға пары міндетті. Біз өзіміз газонға ақша төлейміз. Біз өзіміз газонға, есігіміз алдында газонға ақша төлейміз. Ол комуслугамен уже бізге міндеттеліп, комуслугамызбен бірге қосылып келеді. Ол газонда ақша төлесеңіз де, төлемесеңіз де қырқылады. Сондықтан біз оның ақшасын төлейміз. $70
айына. Солай бізге газонымызды әр апта сайын қырқып тазалап кетіп тұрады. Иә, жалпы мүмкіндіктер елі дейді, мүмкіндік өте көп. Жұмыс істесеңіз де, қандай салада жүрсеңіз де. Жұмыс істеу жағынан айта кетейін, иә, жұмыс істеу. Бұл жақта енді тағы да бір таң қалғанымыз, бір магазиндер бар негізі. Магазин, любой жақ болсын, 70-80-90-дағы кемпірлер мен шалдар жұмыс жасайды. Өздері қалтырап дірілдеп жүре алмай жүреді, соның өзінде сол магазинде жұмыс жасайды. Өздері әреңдегенде анау затыңды алып бере алмай тұрса, өзің алып, өзің жүгіріп кетесің, бірақ сондай кісілерді жұмыс жасатқызып қойған. Содан кейін барып бағана DMV туралы айттық, иә, ГАИ деп. О жақта 99% мүгедектер. Көздері бір жаққа қарап қалған, или аутизммен ауырады, или ДЦП-мен ауырады, сондай мүгедек үлкен кісілер сол жақта жұмыс жасайды. Не оның өзің итак тіл түсінбей тұрғаннан кейін оның сөйлегенін түсінбейсің, ол не айтып тұрғанын түсінбейсің. Және де сондай жақтары да бізге енді шынымен де мүмкіндіктер елі деп айтуға болады, иә. Үлкен кісілерді. Үлкен кісі, бұл жақта адам құқығы бірінші орында ғой. Ол мүгедек болсын, ол қара болсын, ақ нәсілді болсын, ол қандай адам болса да, олардың барлығы жұмыс істеуге құқылы. Теңдей көреді. Теңдей көреді, барлығын әйтеуір, барлығына жағдай жасайды. Жаңағыдай магазиндерге барамыз, пенсионерлік кісілер өзі қалтырап жүр да, сіздің затыңызды анау неден кассадан өткізіп пакетке салып беру керек та, олар сала алмай тұрады. Бірақ оларды ешкім жұмыстан қуып, сіз кетіңіз, сіз жұмысқа жарамайсыз, пенсионный возрастаңыз деп, тассыз деп ешкім айтпайды оларға. Өзің ақ қарайсың да, ана пенсионер кісі екен ғой дейсің де, өзің салып аласың. Сондай. Жұмыс жасаудың жасы негізі 80, біздікі мысалы пенсияға шыққаннан кейін болды, жұмыс жасауға болмайды, пенсионерсіз деген сияқты сондай ғой. Ал бұл жақта 70 болсын, 80 болсын, 90 болсын жасқа дейін жұмыс жасай бересіз. Ал жұмыс бастайтын уақыты 14 жастан бастап, балалардың да құқығы қорғалған. 14 жастан бастап, біздің еліміздегідей неге ол жасөспірімді жұмысқа салып қойған, баланың құқығы емес па деген сияқты ондай нәрсе емес, наоборот, балаларға. Яқта, иә, үлкен жас, осы ер жетті деген жас 14 жастан бастап саналады екен. 14 жастан бастап ер жетті деп саналады. Олар жұмыс істеуге құқылы, кез келген жұмыста. Мейлі ауыр жұмыс болсын, жеңіл жұмыс болсын, жұмыс істеуге құқылы. Адам өз-өзіне былай айтқанда жауап береді. Балаң әрине балаң болып қала береді, но бірақ ол бір үлкен адам ретінде өз жауапкершілігін өз мойнына ала алады. Сондықтан 14 жастағылар жұмыс істейді, бұл жақта барлығының құжаты бар, право ала алады, және драйвер лайсенс дейміз. Машина айдай алады деген сияқты. Сондай жақсы жақтары бар. Иә, кәдімгідей уже финансово грамотный қылып шығарады балаларды, ақшаның құндылығын түсіндіріп, ақша қалай келеді, қалай еңбектенсең, мектептен кейін және де жұмысқа алатын уақыттар мектептен кейін. Мысалы, мектептер сағат 2-де бітсе, сағат 3-тен бастап, кешкі сағат 8-ге дейін. 5 сағат жұмыс істеп, 5 сағаттың ақшасын береді. Иә, сағатына $15, $13 балаларға төлейді. Солай өзінің жұмыс жасаған ақысын ала алады балалар. Иә, қыз балаларына да, ұл балаларына да бәріне сондай. Өте жақсы. Жұмыс жайлы, жұмыстар жалпы көп. Іздеген адамға, мен ылғи да айтам, іздеген адамға, талпынған адамға өмірі жұмыс жетеді. Талмай тынбай жұмыс істеу керек. Әрине, енді бір келгенде, бүгін келдіңіз, ертең жұмысқа шығып кетті деген енді ол оқта-текте болып жатады. Егер сіздің танысыңыз болмаса, ондай енді редкі дейді ондай, редкі кездеседі ондай. Былай енді кішкене уақыт өте келе, сіз енді жан-жағыңызға қарап, түсініп, ненің не екенін түсінгеннен кейін, сіздерде жұмыс тауып кете аласыздар. Жұмыстан проблема жоқ. Ер адамдарға жұмыс, енді кровля дейді ғой, крыша жабу деген сияқты жұмыстар, ремонт, стройка деген сияқты жұмыстар бар. Вышка дейді, төбеде, бұл жақта барлық интернет вышкалар бар. Көп деген әр штатта пәленбай мыңдаған штуктары бар, мысалға соның үстіне барып, өздерінің бір нелерін тастайды, енді нақты не екенін білмеймін, енді ол салады істемеймін, вышка дейді, сонда төбеге өрмелеу керек, бірдеңкелерін ауыстырады өзі. Сосын кабель дейді, интернет, телефон кабельдерін тарту, ондай жұмыстар бар ер адамдарға. Сосын өзіміздің ең атақты бәрі шулы доставка дейді ғой, сол доставка бар, такси бар, жалпы жұмыс табуға болады енді. Әйел адамдарға енді
отельдер не бір жаңағыдай тамағы сол жерде, киім жаңағы жататын жері сол жерде, отельдік жұмыстар бар. және де анау ер кісілерге егер де қолыңнан келмейтін болса да жасатпайтын ламинат болсын, қандай еді иә жаңағыдай помощник иә бола ма? помощник болып тұруға болады енді, ремонт жасайтын болып жанды. Сіз енді анау ер кісілерді тағы да біз естігенбіз, егер де қолыңыздан келмесе де мен иә жасай аламын, ламинат төсей аламын, кафель жабыстыра аламын деген сияқты. Ештеңені істей алмаймын деп айтпау керек, барлығын істеймін, барлығын қолымнан келеді деп. Сіз тіпті барған кезде де өйтіп айттым, ертең қорықпау керек, сізді барып бірден жұмысқа салып қояды. Олар басында үйретеді өздері жанды, бір мастердің жанына қосады, ананы әкеп беріп тұр, мынаны алып беріп тұр деген сияқты. Сосын уақыт өте келе сізге өзі сеніп сол объектіні өзіңізге тапсыратын болады. Сондықтан қорықпау керек, қандай жұмыс шығады, екі аяқ екі қолмен жармасып жұмыс істеп бастап кету керек. Бұл жақта жұмыс ауыстыру, сіз кетемін десеңіз, бұл жақта тағы ұнайтын қасиетінің бірі, кетемін десеңіз сізге ешкім еш нәрсе айтпайды. Адамның құқығы бұл жақта бірінші орында, адамның решениесі бірінші маңызды нәрсе. Сіз маған мына жұмыс ұнамады, ана жақтан басқа жұмыс таптым, ақшасы көбірек десеңіз кете бересіз. Апта сайын жұмыс ауыстырып жатқандар бар. Ол нормальный нәрсе бұл жақта. Әйел адамдарға жаңа айттым ғой, отельдік жұмыстар бар, жаңа қолыңыздан жаңа шаш қырқу, тырнақ жасау деген сияқты, көз бояу, кірпік жабыстыру, массаж деген сияқты нәрселер қолыңыздан бір нәрсе келетін болсаңыз, үйреніп келсеңіз, ол тіптім жақсы. Жаңа қарияларға қарайтын бар, енді барлық елде қария бар ғой, ата-анасыз болмайды, үлкен төсек тартып қалғандар бар, болмаса коляскада отырып қалғандар бар, солар жаңағыдай адам жалдайды, ата-анама қарасын деп. Барлық жұмыс бастылар сол ата-аналарын қарау үшін сондай адамдарды жалдайды. Оны қарағанда да анандай бір қатты бір не емес, суын бересіз, шайын бересіз деген сияқты, тамағын бересіз деген сияқты. Бірақ ол жақта да тамақ істейтін басқа адам, өзінің рөлдерін бөліп қояды, енді тамақ істейтін басқа адам, үй жинайтын басқа адам деген сияқты. Енді әр кезде әрқалай, енді біреулер жалпы бір функцияны барлық функцияны бір адам атқарады, енді келіскеніңізге қарай. Біреулер бар, тек қана қарияға қарайсыз, мысалы жаңағыдай тамағымен қарайсыз. Біреулер бар, барлығын жаңағы үй жинау бар, тамақ істеу бар, адамға қарау бар, оны прогулкаға шығарып келу бар деген сияқты. Барлығы мойнына алады, но ақшасы естественно жақсырақ болады деген сияқты. И оның да әртүрлі қызметтері бар. Үйімізде жата беріңіз, сіз ақша төлемей ақ қойыңыз, тамағыңыздың бәрі тегін, ақшаңыз мынанша деген сияқты. Ондай да бір жақсы нелер бар да. Жұмыстар бар. Балаларға қарайды, бейбиситер дейді. Иә, негізі жұмыс жағынан ондай бір проблема жоқ, әрине. Осындай документсіз жұмыстар көп. Ал егер де документіңіз келіп жатса, одан да көп жұмыстардың көздері ашылады. Сізге жұмыс жасауға өзіңіздің құқығыңыз болады, любой магазин болсын, қаяқта болсын, жұмысшы керек кезде міне мен жұмыс істеймін десеңіз, сізді алады, өйткені сіздің документтеріңіз, құжаттарыңыз бар. Сосын тағы айта кететін нәрсе, тіл білген дұрыс. Тіл білмесеңіз енді сәл қиналыңқырайсыз. Енді өмір сүруге болады, бірақ білген дұрыс. Көп жағдайда қабат деген ай мынау не айтып тұрады, мынау деп тілін түсінбей қалғаннан гөрі бір деңгейде сөйлескен жақсы. Сондықтан кішкене болса да тіл үйреніп келгендеріңіз дұрыс. Әйтеуір ең орғанда сөйлей алмасаңыз да адам не айтып тұрғанын түсінетіндей. Сол артықшылықтары өте көп. Жұмыс бұл жақта айттық, жұмыс жағын, табыс жақсы өте. Білесіз, бізде енді 300 000 жалақы алатын болсан Қазақстанда тәуір жұмыс, ақшасы, қаражаты жақсы жұмыс деп мысалға былай төс қағамыз, енді жақсы деп мақтанамыз деген сияқты. Бұл жақта енді шын айтсақ, орташа жалақы 6 000 – 7 000 доллар. Жоғарғы жалақы енді 10 000 – 15 000 кете береді ары қарай. Орташа жалақы жаңағы 7 000 доллар, 6 000 доллар, 8 000 доллар. Ең азы 5 000 доллар. Енді қазір шығындарда да айта кетейін. Мысалға ең төменгімен есептесек, сіз яғни 5 000 долларға жалақы алдыңыз десеңіз, бір бөлмелі үй алсаңыз, бала-шағаңыз, отбасыңыз бар болса, 1,5 мың доллар расход шығаратасыз. Ас ауқатқа 500 доллар, бір айға 2 000 доллар кетті. Яғни единицаңызға бар. Единицаңыз бар, ұстайтын сим-карта дейді, яғни тариф. Оған бір 2 адамға
$100. адамға, иә, 50, 60 ғой. 100 дейікші енді, 100, 100 кетеді. Сосын жаңағыдай машинаңыз болса, машинаңызға страховка $200, 2300 кетті. Комуслугасы бар, ана мынау жаңағы газ, су, свет тағы бір 200 дейік, 2,5 кетті, 2500. Жалпы осы, иә, расходтар осы ай сайын келетін. Ең минимальный айлықпен 2,5 мың расход жасайсыз айына. Енді ойлай беріңіз, ар жағында $2,5 қалды. Оны сіз өздеріңіз теңгеге айналдырып көріңіздер. Бір айда минимальный айлықтан еще сізге ақша қолыңызда артылып қалады. Бұл ең аз деп есептегенде. Ол ең аз деп есептегенде. Және де үйде бір адам жұмыс жасағанда. Бір адам жұмыс жасаған. Иә, кейбір отбасылар бар енді, яғни үйінде 2 адам, 3 адам, 4 адам да жұмыс істейтіндер бар. Ондай кезде тіптен жақсы енді өздеріңіз ар жағында бір адамдікін полный расходқа жіберіп, қалған 3 адамның ақшасын жинасаңыздар болады. Болады, иә. Енді жаңағыдай айта кеткендей, документтеріңізді алып жатсаңыз, жаңағыдай орташа жалақылық жұмыс табасыз, $6-7 мың, $8 мың, одан кейін жоғары 10 мың, 12 мың деген сияқты. Бұл жақта мүмкіндіктер өте көп. Енді әрине ең басында кішкентай жұмыстан бастайсыздар, доставка деген сияқты, такси деген сияқты, содан кейін ары қарай өзі әйтеуір Алланың қалауымен ары қарай уже жолдарыңыз ашыла береді. Және де тағы да бір өте бізге ұнаған жері мектептері. Мектептері, сіз турист екенсіз, сіз қыдырып келіпсіз, сіздерді мектепке алмаймыз, андай құжат, мынандай құжат деген сияқты мүлдем бастарыңызды ауыртпайды. Сіз турист болып келсеңіз де келесі күні балаңызды мектепке бере аласыз. Бере аласыз, иә, о жағынан шектелмеген ешқандай жағынан. Содан кейін барып мектепте форманы мектептің өзі береді. Канцтовар, сумкаларына дейін мектептің өзі береді. Сізге неменеге мынаны алып келмедің, неғып неғылмадың деген сияқты ондай ешқандай сізге целый список беруші еді бізде баяғыда балаларды Қазақстанда. Мынау бір нәрсесі кем болса, анау неғып жоқ, мынау неғып жоқ, ондай жоқ список. Бұл жақта да список берген басында. Бірақ мен барып айттым, мен 4 балам бар, мен жаңадан келдім, мен мынау списоктен негізі біз түсінген жоқпыз. Енді өзіңіз ойлаңызшы, ол жақта бір карандаш, андай мұндай деген нәрсе емес, бір хайлайтер, бір нәрсе деген сияқты қылып жазылған, оны дым түсінген жоқпыз. Қандай зат екенін, түсінген жоқпыз. Мен мынау заттарды ала алған жоқпын, түсінген жоқпын. Түсінгенімше алдым деп едім, жоқ, ешқандай проблема жоқ, ешқандай бұл канцтовар туралы миыңызды қатырмай та қойыңыз, ештеңені ойламаңыз. Канцтовармен, барлық құрал жабдықтармен біз өзіміз қамтамасыз етеміз деді. Балаларды мектептен алып кетіп, үйге алып әкелетін автобуспен қамтамасыз етеміз деді скулбас. Балаларыңыз таңғы астары мен түскі астарын осы жақтан ішеді деді. Оны да қамтамасыз етеміз деді. Және де мен сұрадым, мектепте негізі халал ма, бізде шошқан етін жемейтін ет деген сияқты жоқ. Мектептің барлығы халал заттан жасалады, өйткені ояқта неше түрлі ұлттар оқиды. Палестина, Пакистан, көп Иран, Ирактың оқушылары, орамал киген, орамалсызы бар, мұсылман дінін ұстайтын. Сондықтан барлығы аралас болғаннан кейін ол жерде бірыңғай шошқан етінен жасамайды. Сондықтан барлығына биф дейді, жаңағыдай сиыр еті. Ол енді бифтен біз енді мұсылман елінде жеуге рұқсат етілген, сондықтан барлығы жей береді. Оны жаңағыдай христиан діндерде барлығы бәріне бірдей жаппай биф, сиыр еті. Оны барлығы тұтына береді. Сондай жақтар енді тағы да қуантарлық. Және де балаңды алып кетем десең де, қайда баратсың, не үшін алып жатсың деп, онда ешқандай не бермейсіз енді, баяндама. Баланы алып кетейін деп едім, дейсіз, болды, дейді да, қазір атын айтыңыз дейді, атын айтасыз. Мектептен кез келген уақытта, кез келген күні сұрап алып кете бересіз өзіңіз. Балаларға сосын тағы бір айта кетейік, балаларды егер сіз апарып тұруға уақытыңыз болса, мысалға, мектепке хат жазуға болады екен. Мектепке айтасыз, мен баламды өзім апарам, сіздің скул бастарыңызды қолданбаймын, мен балаларымды өзім апарам, өзім алып кетем, яғни деген сияқты. Ондай жағдайда өкімет сізге балаңызды әкеліп алып кетіп тұрғаныңыз үшін әр балаға $300 ақша береді. Ай сайын төлеп тұрады. Ай сайын төлеп тұрады. Ондай жақсы бар, ондай жағда жақсы не деймін? Өте мықты, жақсы жасап қойған. Біз енді 3 ұлымызды енді өзіміз
өздері барады, өздері келеді енді, бірақ оларды алмаймыз, себебі қашықтығы өте жақын, енді тиіп тұр. Оған енді онша төленбейді екен. Үлкен ұлдікі 3 километрден асады, барып келетін жер, оған енді $300 алып отырмыз. Солай достар, жалпы жақсы жақтары өте көп енді. Адам үшін барлық жағдай жасалған, құқық деген өте мықты. Адамның құқығы ешқандай шектеу жоқ. Сен басқа ұлтсың, сен мынандайсың, сен азиатсың, сен қара нәсілдісің деген сияқты. Барлығы адам бір бұрада. Көп ұлтты ел. Сосын қай штатқа барып жүрем десеңіз, қалаған штат бір-бірінен тегенді асып озып тұр. Енді табиғат жағынан болсын, басқа жағынан болсын, енді керемет. Қай штатқа барсаңыз да адаспайсыз. Кез келген штат ұнайды деп ойлаймын. Өйткені бізде yani 3-4 штат көріп қойдық уже, бірақ бәрі енді бір-бірінен өтіп тұр енді. Бәрі керемет, әдемі. Сол ағайындар. Және де Америкаға келген жағдайда сізді ол жақтың қазақтың чаттарына қосып қояды. Ол жақтан да біраз көмек алуға болады. Тағы да сондай білмей жататын ақпарат жөнінде енді өзіміз сияқты ғой, бізде басында келген кезде қорқатынбыз, қорықтық енді. Қалай, ананы қаяқтан сұрап білеміз, мынаны қаяқтан сұрап білеміз, кім бізге ақыл кеңес береді деген сияқты. Әйтеуір чаттар бар ол жақта, одан еш уайымдамаңыздар. Келем деп шешсеңіздер, визаларыңыз қолдарыңызда болса, уайымдамаңыздар. Келгеннен кейін қазақ коммунити бар burada, чаттар бар, соларға кіріп, түсінбей жатқан сұрағыңыз, машина іздесеңіз, үй іздесеңіз, жиһаз іздесеңіз, түсінбей тұрған кез келген сұрақтарды қойсаңыз, әйтеуір сонда жүрегі қазақ адамның барлығы жауап береді. Ақша аударымы болсын, теңгені долларға, долларды теңгеге деген сияқты. Ол жағынан да әйтеуір бір-бірлеріңізбен кездесіп ақша алмасып деген сияқты, ондай да бар. Сосын мынау елге бірдеңке жіберем десеңіз, болмаса елден бірдеңке алдыртамын десеңіздер де, ол жағы да өте ыңғайлы ол чат. Мысалға бір штаттан бір штатқа баратқан адамдар бар. Мен мына штатқа баратындар болса хабарласыңыздар дейді. Сіз сол жаққа как раз жол жүрейін деп тұрсыз. Сондай сияқты көптеген сұрақтарға жауапты ала аласыз сол чаттан. Сол себептен ештеңеден қорықпаңыздар. Және де елден зат алдырам десеңіз, тоже ешқандай кедергісіз заттарыңызды, любой нәрселеріңізді алдыра бересіз. Тек қана ет болмаса болды. Сол жалпы жақсы жақтары көп. Келген кезде әйтеуір келіп жататын, егер сіздерге Алла сәтін салса, барлығы жақсы болса, ойдағыдай біздің жолымыз берсін, әрине. Осылай сіздерде табандарыңыздың ұшы тисін осы жерге. Сіздерде осы жалпы енді бір қорытындылайық осы айтылған әңгіменің барлығын. Келуге тұрарлық па, келуге тұрмай ма деген сияқты. Әрине тұрады, келуге, көруге болады. Қайту ешқашан кеш емес. Барлығын қолмен ұстап, көзбен көріңіздер. Ең құрғанда жаныңызға, көзіңізге тиетін нәрсе, ойыңызға тиетін нәрсе болады. Ойыңызға тиетін нәрсе болады. Сондықтан көріп, қысқа уақыт болса да тұрып көргендеріңіз көру керек деп санаймын. Менің өзімнің жеке пікірім. Бірақ ешкімді үгіттемейміз олай. Шешім өздеріңізде. Келем деушілер, ниеттеніп жатқандарын Алла ниетін салсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Келіңіздер, ақыл кеңес әрдайым беруге дайынбыз. Жазыңыздар, сұраңыздар. Жалпы осы Америка 8 айда түйген ойымыз осы. Айта беретін әңгіме көп, жалпы біреу ойға түсіп, біреу ойға түспейді. Ой жинақтауда қазір қиын болып жатыр. Бірақ енді дегенмен де басым көпшілігін айттық деп ойлаймыз. Тағы да бір мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Осылай видеомен барлығын толығымен түсіндіретін боламыз. Сол жалпы достар, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Қазақстанға дұғайдағай сәлем. Аман болыңыздар. Жақсы болыңыздар.